оқушылардан ағылшын тілінде еркін сөйлеу дағдыларын дамытуда фильмнің маңызы атты авторлық бағдарламамды әзірледім. Бұл бағдарлама оқушылардың қызығушылығын арттырады және ағылшын тілін үйренуді жеңіл әрі тиімді етеді. Менің сіздермен бөлісуге әкеліп отырған бағдарламам аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат, 4 бөлімнен тұрады. Бағдарламаның өзектілігі аталған тақырып әлемдік білім беру үдерісінде 20 ғасырдан, әсіресе оның екінші жартысында шетел тілдерін оқытуда грамматикалық аударма әдістерін коммуникативті тәсілге ауысқаннан өзекті. Отандық білім беруде азаматтардың тілдік құзыретін дамытуға және елдің жаһандық әлемге бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге бағытталған 3 тілдік саясатты іске асырылғаннан өзекті. Ал енді жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында ағылшын тілін еркін сөйлеу маңызды. Бағдарламамның мақсаты оқушылардың ағылшын тілінде еркін сөйлеу дағдыларын, коммуникативті қабілетін дамыту. Енді сіздер өздеріңіз мына экраннан көріп отырғандай, осы бағдарламаның міндеттерін және одан шығатын күтілетін нәтижені көріп отырсыздар. Енді фильм тек көңіл көтеру құралы ғана емес, сонымен қатар тыңдалу мен сөйлеу дағдыларын жақсартудың тамаша бір әдісі. Фильмдер арқылы біз табиғи диалогтарды тыңдап, жаңа сөздер мен грамматикалық құрылымдарды меңгере аламыз. Сонымен қатар, олар ағылшын тілінде қарым-қатынас жасауға деген сенімділікті арттырады. Біз тек тілді ғана емес, сонымен бірге сол тілді тасымалдаушылардың мәдениетін де түсінуге мүмкіндік аламыз. Сондықтан ағылшын тілін үйренугісі келетін әрбір адам үшін фильм көру әрі қызықты, әрі пайдалы іс болып табылады. Тілді үйренудің теориялық негіздеріне келетін болсақ, бұл тілді меңгеру бұл өте күрделі процесс. Ғалымдар бұл үдерісті түсіндіретін бірнеше теорияны ұсынған, солардың бірі және когнитивті оқу теориясы Жан Пиаженің. Бұл жерде жаңағы визуалды түрде қабылдау маңызды екені айтылады. Екіншіден, коммуникативті әдіс, жаңағы Делхаймстың ұсынған әдісі, ол жаңағы адам тілді күнделікті өмірде қолданса, қарым-қатынас арқылы меңгеру жылдам әрі тез болады. Үшінші, жаңағы аудиовизуалды әдіс, бұл көру, есту арқылы тиімді тілді тез қабылдауға мүмкіндік береді. Осы теориялар негізінде тілді меңгеру тиімді жолдарын қарастырған қажет. Және фильмдерді қолдану әдістері, яғни өзіміз жаңағы жұмыс барысында білеміз, фильмді көруде алдын ала жұмыс, фильмді көру кезіндегі жұмыс және фильмді көргеннен кейінгі жұмыстармен осы әдістерді қолдануға болады. Және бірнеше критерийлерге тоқтала кетейін. Яғни бірінші, фильмді жаңағы тіл деңгейіне сәйкес болу керек, жаңағы А1, А2, Б1, Б2 және С деңгейлеріне қатысты болу керек. Екіншіден, жаңағы сөздің анық айтылуы. Яғни тіл үйренушілер фильм көрген кезде, бастапқы кезінде жаңағы анық, дұрыс айтылған, жеңіл келетін фильмдерді алған дұрыс. Үшіншіден, жаңағы сюжеттің қызықтылығы. Көріп отырған фильм оған өзінің жасының ерекшелігіне сәйкес қызықты болу керек. Төртіншіден, мәдени және білімділік құндылығы. Яғни сол фильм әлемдік мәдениет туралы мәлімет берілу керек, оқушыларға жалпы танымдық деңгейін арттыру тиіс. Сонымен бірге, фильмнің ұзақтығы да осы жерде өте маңызды. Қысқа метражды фильмдер немесе сериалдар үзінді, тиімдірек, өйткені олар талдау әрі жеңіл уақытты үнемдеуге көмектеседі. Дұрыс таңдалған фильм тіл үйренуді қызықты әрі тиімді әсерлі етеді. Енді осы авторлық бағдарламамды таратудағы сөзімді қорытындылай кететін болсам, фильмдер арқылы тіл үйрену оқушылардың қызығушылығын арттырып, сабақты жандандырады. Сондықтан оқушыларға бұл әдісті сабақ жоспарына енгізуді ұсынамыз. Дұрыс таңдалған фильмдер тіл меңгеру үдерісін қызықты, тиімді әрі нәтижелі етеді. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Рахмет сізге, сізге сәттілік тілейміз. Келесі бізде сөз кезегі Жүнісбекова Ғалия Медетбекқызына беріледі. Тақырыбы 4-ші сынып оқушыларына арналған математика сыры элективті курсының бағдарламасымен таныстырады. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Жүнісбекова Ғалия Медетбекқызы. Мен 157 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Менің бүгінгі авторлық бағдарламамның тақырыбы математика сыры
4-ші сынып білім алушыларға арналып жазылған. Авторлық бағдарламаның негізгі мақсаты әр баланың жас ерекшеліктері мен мүмкіндіктерінің деңгейіне сәйкес жеке тұлғаның жан-жақты дамуына қолайлы жағдай тудыру және математикаға деген қызығушылықтары мен логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. Математикалық білімді күнделікті өмірде қолдана білуге баулу. Бағдарламаның басты міндеті ақыл ойға берілген тапсырмалар. Атап айтатын болсақ, пішін құрастыру, өзгерте білу, шешу жолдарын табу, ойын құралдары және логикалық жаттығулар, ребустар шешу жолдарымен білім алушылардың біліктілігін арттыра білеміз. Бұл қалай, балалардың бойына қалай дариды дейтін болсақ, олардың бойындағы тапқырлық, ептілік, зеректік және белсенді іс-әрекет арқылы дамыта аламыз. Білім алушылар қандай нәтиже көрсете алады дейтін болсақ, онда ол тұлғаның ақыл ойы, еркін белсенділігі арқылы дамиды екен. Және қызықты ойын тапсырмалар арқылы икемділігі, қызығушылығы артады. Ішкі уәжі, құлшынысы, зияткерлік қырлары ашылады. Өз бетімен жұмыс жасау және топпен, жұппен ынтымақтаса бірлесе жұмыс жасау іс-әрекеті дамиды. Және өзін-өзі бағалау, өзара бағалау жүзеге асып отырады. Математиканы өмірде қолдана біледі және білім білік дағдылары қалыптасады. Енді осы мақсатымызды, міндетімізді, нәтижемізді жүзеге асыру үшін біз бағдарламаны білім алушылардың жас ерекшелігіне қарай таңдап алдық. Бағдарлама мазмұны 6 бөлімнен тұрады. Біз әр бөлімді білім алушылардың танымдық қабілеттеріне қарай қызықты әрі зерікпейтіндей етіп таңдап алдық. Енді құрметті әріптестер, өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда жаңа технологияның дамыған кезеңі, заман талабына сай сапалы білім, саналы тәрбие беру үшін оқыту мен оқудың жаңа әдіс тәсілдерін қолданып, сабақты қызықты әрі тиімді етіп өткізуге болады. Бастауыш сыныпта қызықты ойын арқылы өткізу тиімді болғандықтан, қазіргі таңда осы жасанды интеллекті платформалары арқылы біз білім алушылардың қызығушылықтары мен белсенділіктерін арттырып отырамыз. Енді қорытындылай келе айта кететін болсам, элективті бағдарламаның ерекшелігі бұл білім алушылардың математика деген қызығушылықтары артып, белсенді қатысуына ықпал етеді. Сонымен қатар логикалық ойлау қабілеттері дамып, құлшынысы, зияткерлік қырлары ашылады. Математикалық білімдерін өмірде қолдана біледі және болашақта жан-жақты дамыған, дүниетаным кең, болашақта бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелей аламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, өзіңіздің құнды тәжірибеңізбен бөліскеніңізге. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болмаса, онда уақыт ұзырмай, келесі сөз кезегі Мұқбаева Айгүл Ерденовнаның «Занимательная математика» атты элективті курсына Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Мухбаева Айгуль Ерденовна. Я учитель начальных классов. Я сегодня ознакомлю вас со своей авторской работой. Тема моего авторской работы «Занимательная математика для 4 класса». Актуальность и значимость. В начальной школе закладывается фундамент математических знаний, умений, навыков, необходимых для успешного обучения в средней школе. Задачи. Задача расширить и углубить знания, полученные на уроках математики. Формировать навыки решения нестандартных задач, требующих применения логики и творческого подхода. Развивать умение работать в команде, аргументировать свою точку зрения и слушать мнение других. Воспитывать культуру математического мышления и речи. Создать условия для самореализации и развития индивидуальных способностей каждого ученика. Место учебного курса в учебном плане. Данный факультатив является частью неурочной деятельности и реализуется за счет часов, отведенных на неурочную деятельность в учебном плане.
Личностные результаты. Формирование позитивного отношения к математике как важной области знаний и деятельности, развитие интереса к математическому творчеству и исследовательской деятельности, формирование умения работать в команде, уважать мнение других. Личностные результаты. Формирование позитивного отношения к математике как важной области знаний и деятельности. Рахмет Айгүл Ерденовна, сізге шығармашылық табыс тілейміз. Келесі бізде сөз кезегі Жамбылқызы Шынардың 10 сынып оқушыларына арналған факультативтік бағдарламасы. Қайырлы күн, әріптестер. Мен бүгін өзімнің авторлық бағдарламамды қорғағым келіп отыр. 10 сыныптарға арналған тілдің көркі сөз деген тақырыпта қазақ тілі әдебиеті пәнінен басқа орыс сыныптарына сабақ беремін. Бүгінгі менің бағдарламам Дауыстарыңызды. жаңа тура мен оқыған ең бітіп қалды ғой. Алғанда бітті деп кетті. синоним, антоним, әрбір Скриншот жасаймыз ба? құрылымы шешендік поэзияның прозаның түрлері, көркем ойындар, сөздің лебіз. Бұл сабақта тілдік ойындар арқылы оқушылардың тілге деген қызығушылығын арттыру көзделген. Сол әрбір осы айтылған тақырыптардың жеке-жеке тоқталып, біздің өзіме де ұстаздарға да білім алушыларға да түсінікті етіп жасадым деген ойдамын. Шығарма жазу туралы, шығарманың тақырыбы мен идеясы, тілдік ойындар, пікірталастың ережелері мен түрлері, конференцияға дайындық және қатысу, тақырыптарды қайталау, қорытындылау, шығармашылық жұмыстар туралы бөлімдерге тоқтадым. Бұл жерде егерде жұмысты толықтай қарайтын болсақ, көптеген мәліметтер бар, жақсы қорытындылаған, жақсы жазылған деп ойлаймын. Сіздерге осы менің Жұмысыңызды таратуыңызға таратуыма ұсынамын сіздерге. Назар аударғандарыңызға рахмет. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар. Жарайды, құрметті әріптестер, біз сіздерден енді тек қана жағымды комментарий күтеміз. Құрметті әріптестер, бір-бірімізді қолдап, осы аталған тілдің көркі сөз атты 10 сынып білім алушыларына, яғни қазақ тілінде орыс сыныптарында оқитын білім алушыларына арналған бағдарламаға қолдау білдірулеріңізді күтеміз. Құрметті әріптестер, бүгінгі қалалық вебинар бойынша қоятын сұрақтарыңыз бар ма?
Сонда комментарий арқылы өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөліссеңіздер. Біздің бүгін мектебімізден 13 әріптесіміз сіздердің өздеріңіздің іс тәжірибесімен бөлісті. Первый человек, который отправился в космос. Через него названы города, процесс на Луне и даже планета. Хорошо. Так, кто еще готов к пересказу? А давайте, что там наш. Да. Совершенный или совершенный? Әріптестер, өздеріңіздің пікірлеріңізді біз кері байланыс ретінде күтетін боламыз. Бүгінгі біздің авторлық бағдарлама тәжірибе мен нәтиже атты қалалық вебинарға қатысқандарыңызға, уақыттарыңызды бөліп баршаңызға алғысымызды айтамыз. Сіздермен жақсы нәтижеде жолығуды тілеймін. Барлықтарыңызға рахмет.